достар, сол құрметті оқырмандарым, үйге келдім. Ертең үйге қонақ келетін еді, соған дайындық жасау керек, үй жинау керек. Алдымен әкелген заттарымды орын-орнына қойып, ыдыс-аяқтарымды жинастырып алайын дедім. Бүгін қуырдақ істеу керек, салат істеу керек. Соның қамына кірісіп кеттім. Бүгін мен қуырдақты құйрық май қосып жасайтын боламын. Шыжғырып құйрық май туралы сіздерге пайдалы ақпарат айта өтейін. Қойдың құйрық майы хирургиялық операциялардан және әлсіреуден кейінгі қалпына келтіру үшін емдік диетаға енгізілген. Өнім жалпы дистрофия мен майлы бауыр тінінің жетіспеушілігі мен липидтер алмасуын орнатуға көмектеседі. Құйрық құрамындағы заттар жасуша мембраналарын нығайтады және оларды қатерлі дегенерациядан қорғайды. Белгілі жазушы, тарих зерттеушісі Жәди Шәкенұлы былай дейді: құйрық май тұмауға қарсы таптырмайтын ем. Балалардың тамағы ауырғанда дәрі ішіп жөтелі басылмай қойған кезде балаларыма құйрық майды ерітіп бері қоямын. Бұл майдың ерітудің екі жолы бар. Біріншіден, құйрық майды еріткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы да бар. Еріткеннен соң оның үстіне су құйып біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып біраз суыған соң 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді дейді ол. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күләша салып араластырылады. Кейін қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жолы ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақ емшілігі дәстүрінде осындай тәжірибе бар деп түйіндеді сөзін жазушы. Және де құйрық майды сәбидің денесін сылауға пайдаланған. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Жазушы нәресте қол-аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өсетінін айтты. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емді қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған дейді Жәди Шәкенұлы. Бала күнімде құйрық майды шыжғырғанда жегім келмейтін. Қазір жасым 36-ға келді. Құйрық май шыжғырып, іш май шыжғырып, қуырдақ жасағанды жақсы көремін. Сонымен қуырдағымды жасап қойдым. Кухня шкафының бетін сүртіп алуға бүгін сәті түсіп тұр екен. Балалардың саусақтарының іздері қалып қойған. Өзімнің саусақ іздерім қалып қойған. Сонымен бүгін жақсылап сүртіп алдым. Және де балаларға толтырып самсап сырып қойдым. Ыдыстарымды ретке келтіріп, барлығын жуып алдым. Бүгін самсап пісірдім. Балалардың шай тамағын беріп, ыдыстарымды жуып жинастырайын деп жатырмын. Өтер шашылып жатыр. Шай жинау керек. Мына бала даладан ойнап шашап келіп отыр. Блины пісіріп, шай ішіп алдым. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау етіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.